Salafизм ағымы мұсылман болып жүрген осы халыққа қиянат. Қазақстанда мемлекет тілдің дәрежесін, мәртебесін белгілеу үшін өзге ұлттардан рұқсат сұрау деген, референдум жасау керек деген сөз. Не деген сөз ол? Бұл кәдімгідей боғауыз сөз ғой, бұл балағаз сөз ғой. Неге намысын бермеген қазағым мықты ғой деп айту керек екен? Бұл фашизм ғой деп айтып келсе не істейсіз ертең? Қазақтың қыздары түрікке тұрмысқа шықтым деп Түркияның өзге ұлттарына тұрмысқа шыға береді. Мен намысыма тиеді. Біреу депутат болып кетсе, өзің бір тәңірдің баласы болып сезіне бастайды. Орыс тілін әр естіген сайын алаш зиялыларын қай тілде өлтірілгені есіме түседі. Американ ұлты сияқты бір ұлт қалыптастырудың ешқандай қажеті жоқ. Қазақ қанымен жүрсе де екі ұлт пайда болу деген сөз. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, бүгінгі біздің онлайн студиямыздың қонағы Оғыз Доған мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік бауырым. Қараңыз Оғыз мырза, енді біз дәл осы тақырыпты алдымен талқылау үшін нейтралды адамбыз дедік. Өйткені таза қазақ тілді азаматтар болса, қазақ азаматы болса, ол ойлы айтуы мүмкін. Өзге ұлт өкілдері мүлдем қоспау керек, қазақстандық деп төлқұжатта жаздырмау керек деп. Болмаса өзге ұлт өкілдері айтуы мүмкін, керісінше жазу керек деген енді сол талқыланып жатыр ғой. Сондықтан нейтралды позицияда деп біз өзіңіз таңдадық. Енді қараңыз, жақында ғана Қазақстан Халқы Ассамблеясының отырысы өтті. Ол жерде Тараз қаласындағы бір мектептің директоры айтты, яки менің ұлтым дүнген, әкем дүнген, шешем ұйғыр деді. Десе де менің мынандай өтінішім бар. Өзге ұлт өкілдерін Қазақстанда тұратын төлқұжатта ұлты деген жерге не қазақстандық, не қазақ деп жазсақ қалай болады деді. Бұл қатты талқыланып жатыр әлі күнге дейін желіде. Сіз қалай ойлайсыз, бұл қажет па, жоқ па? Біріншіден, әрине бұл мәселені шешетін қазақ халқының өзі және Қазақстан Республикасының билігі. Екеуі диалог құрып, әрине бұл мәселе шешіледі, талқыланады. Бұл жерде мен тек қана жеке пікірімді ғана айта алам. Және де ең басында айтып өтейін, менің осы көз қарасым менің азаматы болып жүрген Түркия Республикасының ресми идеологиясы емес. Түркияның ресми идеологиясы мүлдем басқаша, менің бұл өз еркін жеке пікірім. Мен Түркиядағы тәжірибеден жолға шығып, Қазақстанда қазақ еместердің, енді кімнің қазақ емес екені, сол мыңдаған жылдардан бері, ғасырлардан бері Қазақстанда жазылмаса да ап-анық білініп тұр, өйткені әрбір қазақ жеті атасын біледі. Қазақ еместердің, жеті қазақ атасы қазақ еместердің қазақ деп жазылуына, егер менің пікірімді сұрасаңыз, мен қарсы болар едім. Осы жерде жаңа ғана айтып өткендей, менің түркиялық тәжірибе, менің енді азамат ретінде, белсенді ұлтшыл публицист ретінде Түркиядағы тәжірибе бұның пайдалы нәрсе емес екенін маған осы жасыма дейін үйретті. Керісінше ұлтқа өте зиянды екенін мен біліп жүрдім. Бір мысал келтіріп кетейін, кейбір енді мені жақыннан танымайтын кейбір азаматтар айтады ғой, бұл Түркияның пәленше партиясының адамы, пәленше ұйымының адамы деп айтып жүр. Мен оларға тек қана күлемін, өйткені мен өмірде әрқашанда жалғыз болдым. Бұл жалғыз болғанның себебі, өйткені мен ұлтшыл болсам да, Түркиядағы ұлтшыл партияларға ешқашанда мүше болған жоқпын. Жақсы, Оғыз мырза, айтыңызшы. Өйткені бұл себебін бітіріп айтайын. Себебі Түркиядағы ұлтшыл партиялардың, ұйымдардың көз қарасы дәл сондай, кім өзін қай ұлттың өкілі болып есептесе, сол ұлттың өкілі деген ұстанымы болғандықтан, мен оларға ешқашанда жақындаған емеспін. Өйткені ұлтты ұлт болып қалыптастыратын бірінші фактор ол қан екенін естен шығармау керек. Қараңыз, Түркияда төлқұжатта қалай жазылады? Ұлты деген графа бар ма? Түркияда төлқұжатқа ұлты жазылмайды. Жазылмайды. Тек қана бізде не бар? Азаматтық қана жазылады, дін жазылады сосын. Жақсы. Азаматтық
ғана көрсетейік деген ұсыныста бар ғой енді. Бұл несімен қауіпті? Қандай тәжірибе бар Түркияда? Енді азаматтықты көрсетіп не қыласың? Онсыз да ол паспорт Қазақстан Республикасының паспорты болса, оны арнайы екінші қосымша болып Қазақстанның азаматы деп жазуды не керегі бар? Түркияда да мен неге де қарсымын да, мысалы дін деген бар бізде. Дін деген өріс бар да, сол дін деген өріске де қарсымын. Өйткені адам дінін де өзі белгілеу керек. Енді ата-анасына, мысалы үшін біз көбіміз мұсылман болып тудық қой. Мен де мұсылманмын, Құдайға шүкір. Бірақ мұсылман емес, өзін мұсылман деп есептемейтін адамдардың көбінің паспортында ислам діні деп жазылып тұр. Неге? Сосын Түркияда, сосын не бар мысалы, христиан деп жазылатындар бар, иә? О жерде де Түркияда жергілікті христиандар, кімдер олар? Армяндар мен гректер. Олар да бөліп жазбайды, екеуінде христиан деп жазады. Меніңше, ұлт адамның таңдауы емес, ал бірақ дін адамның таңдауы. Сол үшін дін жазылудың қажеті жоқ. Жақсы. Арнайы азаматтық жазылудың қажеті жоқ, өйткені онсыз да сол паспорттың иесі болса, сол елдің азаматы деген сөз ғой. Жақсы, қараңызшы, мен сізден сұрап отырған, нақты қандай кедергі болмаса, қандай қарама-қайшылық туады азаматтықты жазғаннан? Мәселен, Түркияда түрік деп жазылады барлығына, дұрыс қой? Түркия азаматы деп. Соны айттым ғой, ұлт жазылмайды Түркияда. Иә. Мысалы, бізде қазір жазылады. Бірақ мысалы үшін ресми саясат бүкіл азаматтар түрік дегенге келеді да. Мен соған қарсымын, Түркияда да қарсымын. Жазылмаса іс жүзінде түрікпін десе, немесе осы елдің барлық азаматтары түрік деген сөз Түркияға меніңше пайда келген жоқ. Қандай оның көрсеткіші бар? Пайда келмегенің бар. Я мысалы үшін бұлайда, түркі халқы жалпы әлем бойынша өте ақкөңілді халық. Өйткені біз көшпелілерміз. Өзіміз қалада тұрып жатсақ та, біздің менталитетіміз көшпелі. Біз табиғаттың баласымыз. Біз ақкөңіліміз. Түркияда республика құрылғаннан бері емес, Ататүрк қаза болғаннан бері, 38 жылдан бері, Ататүрктің саясаты осындай емес еді. Ататүрк қаншыл еді, мен сияқты. Ататүрк қайтыс болғаннан кейін бәрі түрік деген сөзге, меніңше өтірікке тек қана түркілер сенді. Сол ақкөңіл, көшпелі менталитеті бар түріктер ғана сенді Түркияда. Оны біз қайдан білеміз? Мысалы үшін Түркияның кейбір өте маңызды мемлекеттік мекемелерінде тек қана өзге ұлттар отыр. Тек қана. Мысалы үшін Кавказдан көшіп келген түркі емес халықтар бір мекемеде отыр, мысалы үшін. Оның бастығы да, орынбасары да, бәрі де сол ұлттың өкілі. Егер ол кісі өзін түрік деп ойласа, өз туыстарын, қандастарын тартып, сол мекемені жаулап алмас еді ғой. Дұрыс па? Ал біз ақкөңіл түріктер тек қана біз сенеміз. Ойлаймыз да, сол мекеменің бастығы өзін түрік деп есептейді деп ойлаймыз да. Ол өзін түрік деп есептесе, неге өз қандастарын алды онда? Неге бұл тек қана кешегі мәселе емес, бірнеше жылдық мәселе емес, 50 жылдан, 60 жылдан бері сонда мекемелер өте маңызды мекемелер. Мен атауын айтпай қойайын. Мемлекеттің тағдырын белгілейтін мекемелерде өзге ұлттар отыр. Енді өзге ұлт деп айтудың өзі заң жүзінде қылмыс шығар. Бірақ олар өзге ұлт екенін білмесе, қалайша өз қандастарын сол жерге тартты? Неге олардың ішінде бірде-бір түрік жоқ? Қаны түрік жағынан ше? Қаны түрік болу жағынан неге бірде-бір түрік жоқ? Ертең Қазақстанға жақсы ма? Осындай нәрсе болғаны Қазақстанға жақсы ма? Яки сіздіңше біз өзге ұлт өкілдерін қазақ немесе қазақстандық деп жазсақ, Түркиядағыдай қауіп болуы мүмкін ғой? Әрине болуы мүмкін. Ал мысалы үшін бұл не емес та, мысалы қазақ деп жазбасаң, немесе түрік деп есептемесең Түркиядағыларды, ол өзге ұлттың өкілі болып жүрген азаматтарды итемелеу, кемсіту деген сөз емес. Әрбір өткен демократиялық елдерде әрбір азаматтың дініне, ұлтына қарамастан тең құқықтары бар. Мысалы үшін, сол мекемеде отырған өзге ұлт
өзге ұлтпын деп отырса, мен соншама мен ренжімес едім. Бірақ түрікпін деп отырғанын мен ренжітіп отыр да. Өйткені өтірік айтып отыр. Өтірік айтқанын мен қайтадан білемін, қайтадан айтайын. Ол қалайша ол мекемеге тек қана өз қандастарын тартты. Өзін түрік деп есептесе. Мысал үшін бір мысал келтіріп кетейін. Бүгін Германия Республикасында 3 миллионнан астам түрік бар. Олардың барлығы да Германияның азаматтары. Және олар Германияға адал азаматтар. İçinde депутаттары бар, жоғары мәртебеге көтерілген адамдар бар. Олардың бір де Германияға сатқындық жасамайды. Олар түрік екенін білет та, бірақ өзі азаматы болып жүрген Германияға қызмет етеді. Біз ренжімейміз. Және немістер оларды сендер неміссіңдер демейді. Ол неге неміс болу керек? Ол түрік қой. Ол Түркияның, Германияның азаматы түрік. Және Германияға қызмет етіп жатыр. Өйткені Германияның азаматы. Неге Түркияда немесе Қазақстанда ұлты бөлек адам Қазақстанның тең құқықты азаматы болып Қазақстан Республикасына неге қызмет ете алмасқа? Бұл бәрі мүмкін. Германия деген біздің алдымызда өте керемет үлгі бар. Немістер тарихтарында фашизм болса да өздері ешқандай ұлтты кемсітпейді бүгінгі күнде. Қателіктері бар шығар енді. Және де түріктерді, мысалы 3 миллион астам түрікті сендер неміссіңдер деп жазбайды. Жақсы. Оғыз мырза, жақсы жазбай, түсіндік. Сіздіңше, бұл жалпы 2004 жылда сұнылды. Бір жаңағы ұлт болайық деді, жалпы ұлты деген графан алып тастап мүмкін оның орнына қазақстандық деп жазу керек шығар деді. Сіздіңше, мұндай ұсыныстар неге айтылады онда? Сіз қолдамайсыз ғой біріншіден бұны? Қысқа нұсқа. Жоқ, бірінші мен қолдамаймын. Жақсы, айтылады сіздіңше? Енді көбінесе жақсы оймен айтылады деп ойлаймын. Енді мен ешқандай арам пиғыл іздеп отқан жоқпын. Өйткені мен өте Қазақстанда өз патриотизміне сеніп жүрген кейбір азаматтар да айтып жүр осыны. Осылар мысалы Түркияны мысал келтіреді да, жақсы деп ойлайды. Өйткені олар Түркияда өмір сүрген жоқ қой. Оны жақсы деп ойлайды да, бұлай ойлайды. Бәрін қазақ деп атайтын болсақ, бір ұлт болып қалыптасады деген түсінікке тұншығады да. Бұл қате екенін мен оларға да айтып жүрмін. Бұл біріншіден бүкілін қазақ деп айту не деген сөз білесіз ба? Бұл американдық деген сөзбен тең да. Америкада, мысалы, Америка сияқты көп ұлтты мемлекеттерде, енді бір ұлт негізіне негізделмеген елдерде nation деген ұғым, енді нация деген ұғым, ол халық деген сөз. Халық деген сөзді білдіреді. Және біз Түркия, немесе Қазақстан, біз Америка сияқты бола алмаймыз. Өйткені ол елдің құрамы, билеу тәсілдері, методологиясы мүлдем басқа. Біз Қазақстан, Түркия сияқты елдер, біз ұлт негізіндегі елдеріміз. Сол үшін де біздің мысалы үшін елдеріміздің атауында ұлттың атауы бар. Сол Қазақстан, Түркия деген атаулар бар, дұрыс па? Америка сияқты бола алмаймыз. Өйткені Америка құрама штаттары сияқты елдер, бұлар негізі үлкен компаниялар. Үлкен компаниялар, және оның азаматтары сол компанияның акционерлері. Енді бұны мойындайықшы. Американдық азаматтар өз мүдделері сол елде екенін біледі. Сол үшін де олардың тарихы жоқ. Тарихы болмағаннан кейін олардың мысалы батырлары, қаһармандары жоқ. Сол үшін мысалы үшін Голливудтың құрылу себебі сол. Оларға ойдан ортақ ата-баба шығару. Енді естеріңізде ме, сол біз жас кезімізде, кішкентай кезімізде каубой фильмдері қандай атақты еді, кең тараған еді. Каубойлар, сол каубойлар ше, каубойлар сол ортақ американ ұлтының ата-бабасы сияқты халыққа көрсетілді. Өйткені ата-баба керек қой. Ортақ шыққан тек керек. Көрдіңіз бе? Акционерлік компания болса да, Америка құрама штаттары бәрібір өзінде бір ортақ ата іздейді. Бірақ болмайды, оны біз қайдан білеміз? Өткенде ғана биыл болды, сол негрді, ақ нәсілді полиция өлтіріп, негрлермен, қара нәсілді азаматтармен ақ нәсілді азаматтардың ешқашанда бір ұлтқа айналмағанын
Содан кейін орын алған көтерілістерден, ушудан біз түсіндік. Сол үшін бізді Түркия, Қазақстан, Өзбекстан сияқты ұлттық негіздегі елдерді Америкаға ұқсатып, Американ ұлты сияқты бір ұлт қалыптастырудың ешқандай қажеті жоқ. Біз енді түркіміз. Бізді түркі қылатын, қазақты қазақ қылатын нәрсе ең біріншіден қан. Бұны ғылым да мойындап отыр. Мысал үшін, бір мысал айтып кетейін, рұқсат етсеңіз. Түркиядағы, мен ылғи айтып жүрмін ғой, мысалы түркілердің генінде не жоқ, шовинизм жоқ. Шовинизм, басқа ұлттарды жек көру деген сезім жоқ. Түркілердің генінде жоқ. Бұл әкесі, шешесі солай үйреткендіктен емес. Оның генінде жоқ. Сол үшін мысалы бір досым маған бір әңгіме айтса, пәленшемен таныстым, сондай ағаймен таныстым, ол қатты өте ұлтшыл, айтады, күрдтерді өлтірейік, күрдтерді өлтіреміз, қырып тастаймыз деп айтты деп маған айтады да. Мен өмір бойы еш қателеспедім. Айтам да мен оған. Ол мына қаладан емес па, я? Мына қаладан емес па ол? Мен білмеймін оның қай қаладан екенін. Ұлты негізі маңдай емес па? Жақсы. Мен осындай шовинистік көзқарас танытқан Түркияда, шовинистік көзқарас, өзін ұлтшыл мұн деп айтып жүрген шовинистердің бәрінің түркі емес екенін көрдім бүгінге дейін. Еш қателескен жоқпын. Өйткені ұлтты бізді, түркілерді түркі болып қалыптастыратын, қазақты қазақ болып қалыптастыратын бірінші қан. Біз қасиеттеріміздің көбін қанымыздан аламыз. Қараңыз. Оғыз мырза, жаңа бірнеше мәрте айттыңыз ғой, енді Түркияда дін жазылады дедіңіз, е? Дін демекші енді осыдан бір 2 жыл бұрын сұхбат бергенде, білесіз, ол кезде біздің елімізде өте қатты талқылау болып жатты. Мынау орамал таққан оқушыларды мектепке кіргізбей қойды. Одан олардың ата-аналары, осы оңтүстікте Фирдоусида ма, мен қателеспесем, ата-аналары мектепке бермей қойды, үлкен шу болды. Содан кейін сіз сол кезде айтып едіңіз, осы орамал дауы Түркияны екіге бөліп тастап дедіңіз. Қараңыз, енді орамал дауы тоқтап еді, бірақ сол кезде айтқан сіздің бір болжамдарыңыз орындалып келе жатыр, өкінішке орай қазірде бар қоғамда. Мұсылмансың, кереметпіз, болмаса сен мұсылман емессің деген. Екі тарапқа бөлінушілік байқалады, және мынау елдің алдында жүрген азаматтардың да қазір біразына сын тағылып жүр, айтылып жатыр. Біреулері жаңағы басқа дін өкілі екен, біреулері дінге мүлдем қатысы жоқ екен дегендей бөлінушілік байқалады бізде. Өте қорқынышты. Бұның салдары неге апаруы мүмкін? Бұның салдары біріншіден Қазақстанда бір қазақ қанымен жүрсе де екі ұлт пайда болуы деген сөз. Өйткені мысал үшін біздің түркі халықтарының басын қосатын нәрселердің бірі, факторлардың бірі негізі дін. Бұны мойындау керек. Біз түркілер 99%-ымыз енді. Бұл Сібірдегі бауырларымызды, Чуваш, Гагаузияны қоспасақ, 99%-ымыз мұсылманмыз. Және оның ішінде Ханафия мазхабын ұстанып жүрміз. Акидада Матуриди мазхабын ұстанып жүрміз. Бұл бүкіл түркілерге ортақ. Бүкіл түркілерде, мазхаб жағынан да, акида жағынан да. Бұл біздің бір ұлт болып, қанша мың жыл бой бір-бірімізді көрмесек, араласпасақ та, жалғасып келе жатқанымызға көмек берді. Керісінше, қазір мысалы қоғамда сен діндарсың, сен діндар емессің, сен намаз оқисың, сен арақ ішесің деп халық екі бөлінетін болса, және де дінді қатты ұстанып жүргендер өздері мұсылман деп атап, ең қауіптісі сол. Өздерін мұсылман деп атап жүрсе, сол намаз оқымайтын азамат ертең ойлана бастайды. Демек, мен мұсылман емес екенмін деп ойлана бастайды. Ол ойланбаса да бәрібір өзін мұсылманмын деп, енді Қазақстанда қазақтардың 99%-ы мұсылман ғой онсыз да. Сен не шаруаң бар? Ол намаз оқи ма, орамал байлай ма, іше ме, шеге ме, сен не шаруаң бар? Бұлай шаруаң болуы мүмкін, сен нағыз мұсылман болсаң, сол бауырларыңды да таза жолға, мұсылмандық жолына тартуға тырыссаң, ол Мұхаммед пайғамбардың жолын ұстанып, махаббатпен, мейірімділікпен, ол дұрыс. Бірақ сендер кәфирсіңдер, айтпаса да бұны. Өзін мұсылман деп атаса,
dindar деп атаса қарсы емеспін. Dindar десе мен dindarмын, dindarlar осындай деп айтса қарсы емеспін. Сен кімсің мұсылман деп айтатын өзіңді? Мұсылмансың әрине, бірақ сен ол менсінбейтін, намазы оқымай жүрген азамат та мұсылман ғой. Ол қаншалықты ғибадатын, құлшылығын орындайды, орындамайды, ол сенің шаруаң емес. Бұл қоғамды екі бөледі, дін жағынан. Екі бөледі, dindarlar және dinдар еместер болып бөледі. Түркияда өкінішке орай сондай жағдай әр күн өткен сайын қарқынын арттырып отыр. Түркияда мен мысалы мектепте бірге оқып жүрген достарыммен кездесіп қалсам, қорқам да, онымен саяси мәселелер бойынша, діни мәселелер бойынша әңгімелесуге қорқам. Өйткені ол қандай жолды ұстанды, оны білмеймін. Бұл мектептен біз шықтық, кішкентай бала едік қой сол кезде. Қазір ол қандай партияны қолдайды, діндар ма, дінге қарсы емес. Енді Түркияда да мысалы дінге қарсы адамдар жоқ, қасы енді жоқ деп айтуға болады. Бірақ енді дінді ұстанбайды да. Өзінің жолы бар. Енді өзі мен дінсіз емеспін, мұсылманмын дейді. Ораза айында ораза ұстайды. Бірақ 5 уақыт намаз оқымайды. Сенің не шаруаң бар? Десе де, мен сол мектепте бірге оқыған досыммен кездесіп қалғанда, сондай мәселелерді қозғағанға қорқамын. Өйткені біз Түркияда екі ұлт болып, түркі ұлтының өкілі болсақ та, екі ұлт болып кете бастадық. Қазақстанда бұл өте үлкен қауіп. Енді негізінен, мысалы, мен қазақ халқын қалай таныдым? Қазақ халқы өте толеранттылығы жоғары халық. Ол ешкімнің мысалы орамалға тиісу де дұрыс емес. Дәл сондай. Өйткені енді оның ұстанымы сол, сен неге тиісесің соның орамалына? Қазақ халқы толерантты, ешкімнің орамалына тиіспейді, ешкімнің арағына тиіспейді. Кім қалай өмір сүрсе, солай өмір сүрсін, бірақ бауыры дұрыс емес жолда жүріп жатыр деп ойласа, оны мейірімділікпен жақсы жолға тартуға әрине болады, бірақ оны кемсітпей, оны басқаша кәфір деп атамай. Өйткені өкінішке орай осы уды біздің елдерімізге бұл салафизм ағымы шашып жатыр. Салафизм ағымы біздің елдегі біраз жаңағы белгілі азаматтарда осы ағымның өкілі деген ушу бар ғой. Жақында білесіз ғой, ақын ел алдында сөйлеп жүрген Мұхамеджан Тазабековті білесіз ғой. Оның енді сөзін естіген шығарсыз, мен салафизм ағымында жүрдім, бұл секта екен, мен түзелдім, мен енді матуридимін деді ғой. Естідім. Ойыңыз қалай? Шын мәнінде өкініп қайтқан болса, енді керемет. Мен ол кісіні өте жақыннан танымағаннан кейін, оның жасағаны өтірік, дұрыс деп айта алмаймын. Бірақ шын мәнінде қате жол екенін түсінсе, басқа да салафит ағайындар. Енді салафизмнің біріншіден елге, түркі халқына қандай зияны бар? Біріншіден, біз 1000 жыл бұрын мұсылман болып кеткен халықпыз. Өйткені біздің мұсылмандығымыздың негізін сол Қожа Ахмет Яссауи атамыз, сол Түркістанда кесенесінде жатқан бабамыз салып кетті. Біз түркі дүние танымы мен ислам дінін қосып бір-бірін интеграция жасап, біз нағыз мұсылмандар болдық. Бірақ бұлар салафизм деген ағым араб елдерінен келіп түркі елдерінде жаңа исламды үйретіп жатыр. Бұл біріншіден мынаны айтқысы келеді да, сендер жоқ, 1000 жылдан бері сендер мұсылман болған жоқсыңдар. Сендер негізі кәфір болдыңдар. Оның дәлелі, сендер әруақты сыйладыңдар, сендер қабірлерге бардыңдар дегендей, сендер мысалы үшін 40-ын бересіңдер дегенге дейін. Өйткені 40 деген біздің тәңризм кезінен қалған әдетіміз ғой. 40-ын беру. Бірақ не істейміз, мысалы 40-ында біз Құран оқимыз. Ас береміз, дұрыс па? Бүкіл түркілер болып. Бұл салафизм ағымы түркінің салт дәстүріне 1000 жылдан бері мұсылман болып жүрген осы халыққа қиянат деп мен есептеймін. Тек қана біз 1000 жылдан бері мұсылман емес, мұсылманбыз деген де жетпейді бұны түсіндіруге. Өйткені біз ислам дінінде мысалы үшін негізін қалаған халықтардың біріміз. Ислам діні ғылымының, мысалы үшін Бұхари деген бізден шықты, Әл-Харазми деген бізден шықты. Бүгінгі күнде бүкіл ислам елдері хадис
шынайы хадистерді кімнен оқиды? Бухариден оқиды ғой, Тирмизиден оқиды. Олар кім? Олар түріктер ғой. Жақсы. Біздің атам енді шын мәнінде қателесіп салафизмге берілген қазақ бауырларым болса, олар қателіктерін түсініп, адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйірін тапқан соң деп түркілікке, түркі мұсылмандығына қайтқан болса, мен әрине қолдаймын. Жақсы. Қазақ халқы өте толерантты деп айтып қалдыңыз ғой. Енді сол білмеймін, толеранттылық па ненің себебі екенін білмеймін, бірақ білесіз, біздің ата заңның 7-ші бабының 2-ші тармағында орыс тілі ресми түрде мемлекеттік тілмен тең қолданылады деген сөз бар. Осыған қатысты телеэфирде осыны алып тастау керек деген дүниені тіл жанашыр Қазбек Иса жиі көтеріп жүр. Ол кісінің сөзіне депутат Геннадий Шиповский айтты ғой. Енді бірден оны алып тастау мәселесін референдум жасау керек. Иә, бірден алып тастау мәселесін енді айтқан кезде басқа ұлттардың да құқығын ескеру керек, Қазақстандағы референдум жасау керек шығар деп. Ол эфирді және телеарнада мен жүргізіп тұрған едім сол кезде. Сіз дәл сол сөзді алып, Шиповский саяси қателік жіберді, конституцияны білмейді дедіңіз. Иә. Одан кейін депутат сізге хабарласқан жоқ па, не үшін олай айттыңыз? Хабарласқан жоқ, әрине, енді бұлай болады да, өкінішке орай, Түркияда да осы жерде де сондай шығар. Біреу депутат болып кетсе, өзің бір тәңірдің баласы болып сезіне бастайды, сондай ауру ол кісіде де болуы мүмкін. Өткені бір эфирде көрдім, өткенде бір біздің Қуат Ахметов бауырымызға, сен мен неге сіз демейсің деп ұрысты да. Маған сөз берілсе, мен айтушы едім, мемлекеттік қызметкерлер халықтың қызметкері. Мемлекеттік қызметкерлер халықтың ханы емес, патшасы емес. Ол өтіп кетті сол кезең. Демократиялық елдерде депутаттардың, министрлердің айлығын да халық төлейді. Бұны енді Шиповский мырза да соны естен шығармасын. Өзі, мен өмір баянын оқысам, өте еңбекшіл адам екен, сол ауыл шаруашылық саласынан келген, ауылды білетін, нағыз азамат екен негізі. Мен ол кісіні бүгінге дейін сыйлап келемін, өйткені ол кісі қазақ тілін сыйлап, қазақ ұлтын сыйлап, қазақ оны өз балам деп жүрген өте асыл азаматтардың бірі. Бірақ осына көкірек көтеріп, бір кісі бір нәрсе айтқанда оған жауап бермей, немесе халықтың намысын қорлап, мемлекеттік тілді белгілеу үшін өзге ұлттардың да құқықтарын көздеп, референдум өткізу керек деген сөзін мен қойуды кеңес берер едім. Өйткені бір жағынан қазақ халқы әлі де мысалы үшін қимайды да ол кісі сияқты адамдарды жақсы көреді ғой. Геннадий мырзаны жақсы көргеннен кейін оны айтқан сөзі жаман екеніне сенгісі келмейді да. Енді бұл кешіріңіздер, мені шешемнен боқтаса, осылар ауыр тимейтін еді. Не деген сөз ол? Не деген сөз? Қазақстанда мемлекет тілдің дәрежесін, мәртебесін белгілеу үшін өзге ұлттардың рұқсат сұрау деген, референдум жасау керек деген сөз. Не деген сөз ол? Бұл кәдімгіде боғауыз сөз ғой, бұл балағаз сөз ғой. Енді ертең дәл осындайлар, ертең не істейді білесіздер ме? Қазақстанның аты неге Қазақстан? Көп ұлттар тұрады ғой мына жерде. Неге өзгертейікші мына жерде біз? Өзгертейікші, мысалы не дейік, былай дейік та, мысалы үшін. Қалай атауға болады? Адамзатстан деп қояқшы. Бұл фашизм ғой, Қазақстан деген атау бола ма? Сосын ертең ұлттық әнұрандағы намысын бермеген қазағы мықты ғой деген сөзге тиіседі бұлар, білесіздер ме? Түркияда дәл солай болды. Өйткені тек қана қазақтар тұрмайды ғой Қазақстанда. Неге намысын бермеген қазағы мықты ғой деп айту керек? Бұл фашизм ғой деп айтып келсе не істейсіз ертең? Енді бұлай емес та, бұл қазақтың жері. Қазақ, сол түркінің баласы, қазақтың жері. Бұл басқа ұлттарды басыну, кемсіту деген сөз емес. Мысалы үшін, Нартай мырза, мен сіздің үйіңізге қонаққа барсам, сіз мені сыйлайсыз ғой, кемсітпейсіз ғой, керісінше төрге шығарып отырғызасыз, иә? Алдыма ең әдемі тамақтарды маған ұсынасыз, иә? Сосын айтасыз, иә? Оғыз аға, бұл өзіңіздің үйіңіз сияқты, барып дұшқа түсіңіз, барып ұйықтағыңыз келсе, барып ана бөлмеге барып ұйықтап келіңіз деп, бәрін
айтасыз ғой, мен білем, солай болатынын білем. Сіз маған осындай кішіпейілділік таныттыңыз деп, мен мысалы үшін сіздің үйіңізде бағауыз сөзбен сөйлей бастасам, балаңызды ұра бастасам, әйеліңізге тиісе бастасам, не болады сонда? Мен сізбен тату тәтті, сол сіздің үйіңізде мүмкін бір апта, 10 күн, бір ай жүруіме де мүмкін сіз рұқсат етесіз. Бірақ мен сол үйдің ережелеріне бағынуым керек, дұрыс па? Сіздің үйіңіздің ережелеріне, сіздің туған ағаңыз болсам да бағынуым керек. Сол үшін Қазақстанда да, Түркияда да өзге ұлттар қазақтың шаңырағына қарап, қазақтың заңына, қазақтың құндылықтарына бағыну керек. Бұл ол ұлттарды кемсіту деген сөз емес. Әрбір ұлттың өкілі өте қымбатты және заң бойынша тең құқықтарға ие. Әрбір ұлттың өкілі министр де бола алады, депутат та болу керек, дұрыс. Бұл толеранттылық қой бұл. Бірақ бұл енді сол қорғаушы ұлттың әрине құндылықтарын кемсітпеу шартымен ғана. Жақсы. Ондай шарт орындалмаса, ертең қазақ сол талентті болғанмен де әрбір нәрсенің бір шегі бар ғой, шегі бар. Жақсы. Не болды Қордайда? Оны құрметтемеген, енді мен қолдамаймын әрине, қандай өкінішті оқиға болды. Бірақ шек бар да, шегі бар толеранттылықтың да. Сол үшін де бұл халықтың, елдің, ұлттың, құраушы ұлттың құндылықтарын олар қорлаудан аулақ болу керек деп мен ойлаймын. Оғыз мырза, қалай Эйр Астанамен соттасқаннан кейін Флай Арыстанға міне алмай қалып едіңіз ғой, енді ұштыңыз ба? Әлі сол қалпында тұр, мен қара тізімде екенмін. Естеріңізде болса, не дейсіз? Сізді әлі Эйр Астана, Флай Арыстан ұшырмайды? Енді содан кейін талпынып көрген жоқпын, әрине екінші рет, бірақ енді былтыр біз Шымкентке ұшайық деп отбасымызбен билет алып алдын ала аэропорттан, енді білмейтін азаматтар да біліп жүрсін, бізді аэропорттан ұшырмай қойды. Сіз қара тізімде екен, бізге билет сатып, бірінші билетті сатқанына қарамастан ұшырмай қойды. Бұл жерде менің бір-екі теориям бар. Меніңше онда қара тізім деген нәрсе жоқ негізі. Жоқ. Өйткені ондай болғанда біз қанша рет сұрадық қой. Міне осындай ішкі заңымыздың ішкі жиналыста қабылданған шешім мынандай, сіз қара тізімдесіз деп маған көрсету керек еді. Ол көрсете алмайды, өйткені жоқ ондай нәрсе. Жақсы. Сол жерде сол қызметкер есіне түсіріп, бұдан қалай кек аламыз деп, заңсыз бізді 7 айлық баламызбен ұшырмай қойды. Сіз Казком банкымен де соттасам дедіңіз ғой. Казком банкі естеріңізде болса, өзі-ақ кешірім сұрады. Біз Казком банкінде де бізге қазақ тілінде қызмет көрсетпей, ол жерде де бір кішкене у-шу шығып еді, бірақ Казком банкі өзі мәдениеттілік танытып, әлі компания басшысы және де сол күні маған қазақ тілінде қызмет көрсетпеген қызметкерлер арнайы видео түсіріп, бір неше күннен кейін, көпті ұзамай кешірім сұрады. Мен оларды құттықтадым. Кешірім сұрау деген нәрсе, ағайын, құрметті ағайын, адамды ешқашан төмендетпейді. Сіз жеке өміріңізде де бір қателессеңіз, бір досыңызбен сөйлескен кезде, үйіңізде қателессеңіз, кешірім сұрасаңыз, кешірім сұрау сізді төмендетпейді. Керісінше сіздің мәртебеңізді, адамгершілік мәртебеңізді көтереді. Сол Казком банкі кешірім сұрады, олар мен үшін өте сыйлы адамдар әлі күнде де. Жақсы. Мына нәрсені сұрай кетейінші сізден. Қараңыз, сіз қазақша жақсы білесіз, жетік білесіз. Қазақ тілі үшін жаңа қазақ тілінің мәртебесін сақтау керек деп біраз жаңағы енді дүниелер айтып жүрсіз түсінемін. Енді мына қарапайым нәрсені сұрайыншы, көбіне бұл да талқыланады, мені де алаңдатады. Біздің тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болды. Бірақ тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан түсінемін, бірақ әлі күнге дейін бір өзге ұлт өкілі қазақ тілінде сөйлесе, бізде бір эйфория пайда болады. Қараш, мына өзге ұлт өкілі бірақ қазақша сөйлейді. Не деген керемет деп талайларын аспандатып жібереміз. Бұл дұрыс па, жоқ па? Бұл дұрыс емес, әрине. Өкінішке орай менде де бар. Мысалы, менде бір қазақша сөйлейтін бір өзге ұлттың өкілімен кездесіп қалсам, дереу видеоға түсірем, қуанып қалам, сосын сол видеоны өзім көргенде ұялып кетем да. Неге соншама қатты қуандың айналайын деп өзіме ұрсам да.
Өйткені дұрыс қой, сол орыс, неміс, өзге ұлттың азаматтарының қазақша сөйлегені әрине құрметтеуге тұратын нәрсе. Бірақ қатты қуанудың не керегі бар? Онсыз да олардың міндеті емес па? Мысал үшін менің Түркияның азаматы ретінде Қазақстанда өмір сүріп жатқан болсам, қазақша сөйлеуім бұл қалыпты жағдай емес па? Солай болу керек емес па негізі? Бірақ өте бұлай сирек кездесетін жағдай болғандықтан ба деймін, біз асыра қуанып кетеміз. Бұл әрине дұрыс емес бір жағынан. Енді бұлай да біздің бастығымыз біздің айлығымызды төлегенде біз ақша алғанымыз үшін қуанамыз ғой. Бірақ мың рет айтпаймыз ғой, бастық мырза, рахмет төледіңіз. Сен жұмыс істедің ғой, сен жұмыс істедің. Айналайын, бір ай бойы сен маңдай теріңді төгіп, сен жұмыс істедің ғой. Әрине береді, оны береді. Бір рет рахмет айттың ба, болды, жетеді. Мен өзім де сондай қателесемін, қатты қуанып кетіп кейде сосын үй алып қаламын. Бұл сол қазақша сөйлейтін азаматтарды кемсіту емес, бірақ енді әркім біз өз тіліміздің қадірін білсек, негізі сондай болмас еді да. Бұлай да мысал келтіргенде бір журналистиканың бір несі бар, бір принциптерінің бірі, енді сіз менен жақсы білетін шығарсыз. Ит адамды қапса, бұл жаңалыққа шықпайды. Бірақ адам итті қапса, бұл жаңалықта, бұл хабар. Бұл журналистиканың негізгі принциптерінің бірі болып табылады. Енді сол адамның итті қапқаны өте сирек кездесетін таңғаларлық жағдай болғандықтан шығады да. Бұл бізге өкінішке орай өзге ұлттардың қазақша сөйлегені сол адамның итті қапқаны сияқты өте сирек кездесетін жағдай болғандықтан ба деймін, біз асыра қуанып кетеміз. Дұрыс, мен де сол жиі қателесемін. Енді онша қуанбау керек, рахмет айту керек, әрине. Бірақ жынды болып қуанбау керек та. Енді мына бір тағы бір нәрсе бар. Сіз жаңа қазақша қызмет көрсетуді талап етіп, соттастыңыз ғой, ерасымен соттастыңыз, банк сізден кешірім сұрады. Бірақ мына тенденция барын байқаймыз. Әсіресе біздің ұлт өкілдері, қазақ азаматтар бір жерде отырса, өзге ұлт өкілі келіп, өзге тілде сөйлесе, көбінесе талап етпейді адамдар. Талап етпейді. Қай тілде сөйлейді, сол тілде жауап бере салады, үндемейді, түндемейді отыра береді. Бұлай қарасаңыз бір кішкентай ғана дүние сияқты, енді талап етіп ұрысқанда не пайда табамын деп ойлайтын шығар. Бірақ сіз үнемі талап етесіз. Кез келген қазақ азаматы солай істеу керек па? Әрине, меніңше кез келген қазақ азамат талап ету керек. Бірақ бұл жерде өте маңыздысы, өте қиыны, сосын қиыны. Сол кезде ашуланасың ғой, өткен ашу. Енді пендеміз ғой. Мәдениеттілікті сақтай білу керек та. Мен өзіме де жиі үйретемін да. Оғыз, сен тынышталшы, сен тыныштал. Өйткені мен орыс тілін әр естіген сайын, осы мен үлгі тұтып жүрген алаш зиялыларын қай тілде өлтірілгені есіме түседі да. Қай тілде өлтірілгенін білем мен, өйткені олардың. Сол үшін ашуланам. Мен қазақстандық қандастарымнан мен бір өтінерім, әр барған жерімізде қазақ тілінде қызмет талап етейік, бірақ мәдениетті түрде, міндетті түрде. Әсіресе сол, мысалы қазақ болса, қазақ тілінде қызмет көрсетпейтін. Ол кішкене қаттырақ ұрысуға болады, ол өзіміздікі өйткені. Әсіресе өзге ұлттың өкілдері сізге қызмет көрсетпесе, мысалы бір орыс сатушы ма, қызметкер ме, әсіресе оларға мәдениетті түрде сабырлық сақтап сөйлейікші. Оларды ренжітпей, олардың ұлтын кемсітпей, өз мәдениеттілігімізді көрсетейік. О кезде олар біздің ұлттық намысымызға тиісуі мүмкін. Оның өзінде біз сабырлық сақтауымыз керек, өйткені біз үлгі болуымыз керек та. Өйткені бұл ертең тіл мәселесі Қазақстанда бір енді азаматтық соғыс күтпеймін әрине, бірақ ішкі тынышсыздыққа әкелуі де мүмкін. Халық орыс тілдері мен қазақ тілдері болып, жаңа айттық қой, дін жағынан, діндарлар мен діндар еместер болып бөлінген қалай қауіпті болса, орыс тілдері мен қазақ тілдері деген екі ұлтқа бөлінгені де өте қауіпті. Сол үшін осы елдің азаматы екені білгеннен кейін сол қызмет көрсетпеген адамдар ренжісек те
сабырлық сақтап, мәдениетті түрде, заңды ғана көрсетіп, жылы сөзбен, енді жылы сөйлесең, жыланда үнінен шығады екен. Жақсы. Мүмкін болғанша сонда мәдениетті сақтап, бірақ барған жерімізде талап етіп жүруіміз керек. Енді уақыт өте келе шешіледі дейді ғой, бұл енді 30 жыл, енді мен де солай деп айттым, мен шынымды айтайыншы. Мен 95 жылдан бері Қазақстанды білемін, бұлай алғаш рет 95 жылы келгенмін. О кездері мен де айттым, уақыт өте келе шешіледі деп. Енді 30 жыл деген ұят қой, айналайын. 30 жыл деген ұят қой енді, ұят қой. Қашан? Мысалы, уақыт шешеді деген деп айтып жүрген бүгінгі күнде мен азаматтардан сұрағым келеді. Қанша уақыт айтшы маған? Шамамен, жарайды, шамамен айтшы маған, шамамен. Енді 1 жылда уақыт, я? 100 жылда уақыт. Айтшы маған, қайсысы? Жақсы. Енді сондай бір перспективасы жоқ адамдардың уақыт өте келе шешіледі деп айтқанда мені ренжітеді. Енді болды, енді 30 жыл жақсы енді, жақсы уақыт бәрі үшін. Оғыз мырза, енді қарапайым халықтарға, қарапайым біздің азаматтарға айтып жатырмыз ғой, енді Қатардағы өзіміз секілді қарапайым азаматтарға. Ал енді ана тілінде сөйлемейтін, қазақ тілінде сөйлемейтін, бірақ биік мінберде отырған шен-шекпенділерге не істейміз? Енді бұл енді мемлекетке қатысты мен ешнәрсе айта алмаймын. Бұл енді қазақ халқы не істейтінін біледі да бұл жөнінде. Өйткені олар сайламау керек. Болды, енді бірінші таңдау осы емес па? Ондай адамдарды сайламау керек. Енді мысалы сіз Түркия азаматысыз ғой. Түркияда түрік тілін білмейтін адам қандай да бір басшылық қызметке тағайындала ма, сайлана ала ма? Мүмкін емес, әрине, мүмкін емес. Енді бірақ ол не емес та, бұл заң бойынша қойылған шарт та емес та. Өйткені Түркияда түрік тілін білу ол қалыпты жағдай. Қалыпты жағдай болғаннан кейін ешкім түрік тілін білмеуді де елестете алмайды. Түрік тілін білмейтін ауылдарда ғана, бір өзге ұлттардың ауылдарында ғана мен бір нәрсе әже аталарды көрдім. Қарттарды ше. Естідім ондай адамдар бар екенін. Бірақ жалпы Түркияның халқының 99%-нан астамы түрік тілін біледі. Тіпті естіген шығарсыз, біздің түрк еркектері орыс әйелдерін өте жақсы көреді. 100 мыңнан астам Түркияда орыс келін бар екен. Отбасы құрып, Түркияға келін болып түскен орыс әйелдер бар екен. Сол 100 мыңнан астам орыс келіндердің бәрі де түрікше сайрап жүр. Ол білмесе, Түркияға көшіп келгеннен кейін бір аптаның ішінде үйрене бастайды да, 1-2 айдың ішінде тап-таза сөйлеп кете береді. Демек, орыс ұлтының өкілдері біріншіден ақылды деген сөз. Осы дәлелі ғой, ақылды, ол тілді жақсы үйренеді деген сөз. Дәл сол ұлттың өкілі Қазақстанда қалай үйрене алмай жүр? Мына жерде орыстарды кінәлаудың алдында қазақ өзін кінәлау керек. Өйткені қазақ халқым, менің қасиетті халқым, сенің кесіріңнен үйренбей жатыр. Өйткені сен оған барып, оның түрі орыс екенін көргеннен кейін, сен дереу орысша сөйлейсің. Сен өзің орысшаң нашар болса да барып, соған орысша сөйлейсің. Мен де орыс болса, мен де үйренбес едім әрине. Әрине үйренбес едім. Енді осы жерде өзге ұлттарды айыптап кінәламас бұрын өзімізді ойлаймыз, біз қай жерде қателесіп жатырмыз. Түріктер өте патриот болғандықтан орыстар үйреніп жатыр деген сөзді дұрыс емес. Бірақ ол орыс келін қазақша үйренбесе, түрікше үйренбесе, дүкенге бара алмайды ғой. Ертең баласын балабақшаға апара алмайды ғой. Автобусқа отыра алмайды ғой. Өйткені Түркияда кейбір азаматтар айтып, Аланияға, Анталияға барып келген, демалып келген азаматтар айтады, түріктерді орысша біледі ғой дейді да маған. Енді айтам оларға, олар енді туристерге қызмет көрсететін қонақ үйлер болғаннан кейін сол жердің қызметкерлері енді кішкене сөйлейтін шығар, ол түріктер білет деген сөз емес. Білмейді түріктер орыс тілін. Басқа енді ағылшын тілінде онша біле бермейді. Сол үшін Түркияда бәрі түрік тілінде шешіледі. Өзге ұлттар Қазақстанда неге қазақша сөйлемей жүр деп ренжісек, бірінші өзімізге қарауымыз керек та. Елбасының бір сөзін ұмытамыз, я? Оның бір сөзіне ренжиміз. Қай ұлттың орысша сұрақ қойса, орысша жауап бермеген адамды жұмыстан шығарып жіберіңдер деген бір сөзіне ренжиміз, я? Я, мен де ренжимін. Ал бірақ қазақ пен қазақша сөйлессін.
деген сөзін неге еске түсірмейміз? Сен бүгін Айгүл мен Болат қазақша сөйлеспесе, ертең сен Наталья мен Викторға қалай айтасың қазақша сөйледіп? Қазақ пен қазақша сөйлесін деген үлгіні бірінші көрсетіп, бірінші өзге ұлт өкілдері көрсін да. Біз ең болмағанда, мысалы үшін мен супермаркетке барсам да, сол кассадағы қарындасыма ылғи айтам да, сен мен түріме қарап, маған здравствуйте деп амандастың, иә? Қарындасым, сен маған орыс келсе де сәлеметсіз бе деп амандас бірінші. Сосын сол орыс азамат қазақ тілін түсінбесе, ары қарай орысша қызмет көрсете бер. Бірақ сәлеметсіз бе деген сөзді түсінеді ғой. Я игорьді түсінеді ғой, сәлеметсіз бе деген сөзді. Бұл жылы сөз ғой, жылы сөз. Бірінші сәлеметсіз бе десең, ол азаматтарға айтасың, сен мынаны көрсетесің да, бұл ел кімнің елі? Бұл елдің негізі құраушы ұлты кім? Және оның тілі қандай екенін бірінші дәлелдеп бересің. Сәлеметсіз бе деген сөзден ақ. Ары қарай орысша сөйлей бер, жарайды, көмектес, адамбыз ғой. Енді орыс қазақша түсінбесе, оны қорғаудың қажеті жоқ қой. Жақсы. Оғыз мырза, жаңа енді айтып қалдыңыз ғой, Түркияда келіндер туралы айтып қалдыңыз, иә? Соған байланысты сіздің Фейсбукта мынадай жазбаңыз бар. Түрк болсам да қазақ қыздарының түрк сымақтарға тиюіне қарсымын. Қазақ бүкіл түркінің көшбасшысы болады. Сақтану керек дедіңіз. Неден сақтану керек, не үшін жазылды? Бұл негізі, бұл сұхбаттың басындағы мәселеге тіреліп қалады да. Қазір Түркияда, Қазақстанда түрікпен деп жүрген адамдардың бір 80% түріктер емес. Және қазақтың азаматтары олардан бір жамандық көргенде түріктерді кінәлайды да. Кеше ғана сол теңізде таяқ жеген адамдардың 80%-ның көбі түріктер емес. Өйткені түрік баласы өз туысқанына сондай кемсітпейді, жамандық жасамайды. Енді әр адам әр түрлі ғой, әр ұлтта жаман адам да, жақсы адам да бар, дұрыс. Бірақ негізінен солай. Көптеген мысал үшін қазақтың қыздары түрікке тұрмысқа шықтым деп, Түркияның өзге ұлттарына тұрмысқа шыға береді. Мен намысыма тиеді. Мен мысалы Түркияда өте жақын араласып жатқан отбасымызбен Ләззат апайымыз бар еді. Оның күйеуі Түркияның азаматы араб болатын. Мен ол кісіге айттым, енді апай, сіз неге күйеуім түрік деп неге айтып жүрсіз? Араб қой бұлар, үйлерінде арабша сөйлесіп жатыр. Түркияның арабы. Мысалы үшін, өзге ұлттың өкіліне тұрмысқа шыққан қазақ қызының мен қазақ ұлтына, бұл мен жеке ойым, мені айыптеспесін ешкім, қазақ ұлтына адал қыз болып, азамат болып қалатынына сенбеймін. Ал қаны таза, ойы таза, түркінің жеті атасын білетін Түркияның түркіне тұрмысқа шықса, оны көресте, ондай мысалдар көп. Ол өзінде қазақ деп есептейді, баласына қазақша есім қояды. Әйелі қазақ болса, өзі түрік болса да, өзі таза түрік болса, баласына қазақша есім қояды, руын біледі, Қазақстанды мақтан тұтады, сондай азаматтар көп. Мен түрік сымақтар дегенім, біріншіден Түркияның паспортымен жүріп, өзге ұлттың өкілі болып, Түркияның арабы, күрді, лазы, черкесі, бір нәрселер ше. Албаны, босниялығы көп бізде өзге ұлттар. Солардың өкіл болып жүріп, қазақтың осы жерде намысын қорлап, қыздарын қорлап, бір ауыз қазақша үйренбей жүрген Түркияның азаматтар толып жатыр. Мен оларды түрік сымақтар деп айтам. Қаны түрік болып, егер қазақты сыйламаса, оларды да мен түрік сымақтар деп айтып жүрмін. Енді олардан мүлдем аулақ болу керек, тек қана қыздар ғана емес, енді еркектерде аулақ болу керек, сенің ұлтыңды сыйламаса, сенің жеке басыңды сыйлайды деп ойлайсың ба? Жақсы. Бірінші менің критериям сол. Тек қана Қазақстан емес, Финляндияға барсаң да, егер Финляндия ұлтың сыйламасаң, сен адам емессің. Жақсы. Қай мемлекетке барсаң, сол құраушы ұлтты, сол елдің заңдарын бағалау, сыйлау керек деп ойлаймын. Жақсы. Оғыз мырза, уағында енді мынау, тілге қатысты біраз даулар шыққанда, сізге қатысты айыптар болды ғой, Түркияда бір жаңағы жаман нәрселер болды, Қырғызстанда біреулермен бірдеңе. Бірақ енді бәріне жауап бердіңіз, бәрі айтылды. Бірақ мына бір дүние жауапсыз қалды. Және қосымша білесіз ғой енді, сізге
айып емес, бұл енді былай сырттан айтылып жүрді. Оғыз Доғанның Қазақстанға келуі, қазақ тілінің жанашыры болып көрінуі, қазақ тілі үшін күресуі, бұл қазақ халқының махаббатына ие болуы, жалпы түбінде осы Оғыз Доған деген негізі бір тыңшы деді. Не айтасыз? Енді бұған енді дәлел ене менің тарихым қалай түсіндірейін. Мені сол 95 жылы мен 22 жаста едім. 95 жылы Ахмет Яссауи университетінде сабақ беріп жүргенде менің студенттерім, менің әріптестерім мен кім екенімді жақсы біледі. 22 жаста мен ешкім танымайтын еді. Мен магистратура диссертациямды қазақ тілі бойынша жаздым. Докторантура диссертациямды мен осыдан 17 жыл бұрын қорғадым. Ол қазақ тілінің фонетикасы тақырыбында жазылған докторантура диссертациясы, сонымен мен филология ғылымдарының докторы болып аталдым. 2003 жыл жазылған диссертация кезінде мені Қазақстанды тек қана әріптестерім ғана танитын еді. Жеке таныстарым немесе әріптестерім ғана танитын еді. Диссертациям сосын кітап болып шықты. Сол жердің парақтарын ашып оқысаңыз, қазақ тілі туралы мен өз тіліміз деп айтып жүрмін. Тіпті менің жетекшім бұлай сын пікір айтты да, ғылыми еңбекте тіліміз, ана тіліміз, ұлтымыз деген сөздер айтылмайды деп айтты маған. Тіпті солай ескерту жасады, мен дедім, ағай, мен бұлай деп жазуым керек. Өйткені мен бір 93 жыл ма, 92 жыл ма менің басымнан өте, мен жеке өмірім үшін әсерлі бір нәрсе болды. Мен о кезде қазақ кітап табу қиын ғой Түркияда. Бір қазақша кітап тауып, Абай туралы болу керек. Оның алғы сөзінде қазақша ғой. Орыс ұлты туралы айтып жатқанда, ұлы орыс халқы деген сөзді оқып қалдым. Ұлы орыс халқы деген не керегі бар? Бұл енді кітаптың алғы сөзі ғой. Неге кез келген бір ұлтты ұлы деп, неге атау керек деп? Ол мен жаныма қатты тиіп, мен жап-жаспын ғой, әлі 20-ға жетпеген күнім. Мен отырып жыладым да, кәдімгідей жыладым да, ұлы орыс халқы деген сөз не істеп? Сосын мен өз-өзіме уәде бердім. Осыдан кейінгі бүкіл ғылыми еңбектерімнің алғы сөзіне мен ұлы қазақ халқы деп жазам деп өз-өзіме уәде бердім. Мен сол кітаптарым, диссертацияларым бәрі де кітапханалардың сөрелерінде тұр. Мен қазақ тілінің жанашыры болып, Эйр Астана оқиғасымен сол 2017 жылы атанған жоқпын. Мен 90-шы жылдардан бастап бүкіл еңбектердің алғы сөздерінде біздің тіліміз, түрк тілде жаздым мен еңбектердің бәрін. Түркияның азаматтарына ана тіліміз, қазақ тіліміз, менің ұлы қазақ халқым деп жазғаным, мен сол кітапханада, мен кітаптарымның сөрелерінде кітаптарымның парақтарында әлі тұр. Менің күдіктенген адам, менің тарихымды, менің бала кезімнен бері қазақ халқына қолымнан келгенше қалай қызмет етіп жатқанымды білу керек, көру керек, көз жеткізу керек. Егер, мынаны айтайын, осындай күдік, тыңшы деген күдік, егер мемлекеттік деңгейде болса, кейде мен содан да күдіктенемін, өйткені ешқандай мемлекеттік қызметкерлер менімен хабарласпайды. Менімен бірге жұмыс істейік. Енді сізді халық жақсы көреді, бұл қазақ тілімізді бірге көтерейік деп, мемлекеттік деңгейде менімен ешкім араласпайды. Менен жұқпалы ауру бар адамнан қашқандай менен қашып жатыр. Қазақстан мемлекеті қашып жатыр менен. Оларға да айтарым, хабар бермей, үйіме келіңіздер. Үйімді адам ұсап, мен есікті ашам, компьютерімді, парольдерімді бәрін берем, телефонымды бәрін тексеріп алыңыздар. Тіпті телефонды тыңдайды ғой кейбір күдікті адамдар. Менің телефонды тыңдағаным мен өте қатты қалаймын. Тыңдасын, және мен кім екенімді ол жерден көрсін. Жақсы. Оғыз мырза, енді күдікпен адам өмір сүре алмайды. Ол өте жаман нәрсе. Күдіктен құтылу керек та. Артыңыздағы суретке көзім жетпей тұр. Мағжан Жұмабаев па? Иә. Мағжан Жұмабаев сіз үшін кім? Енді мен кішкентай кезімнен бері сол ата жұртқа ғашық адаммын. Бұның бірінші себебі әрине шешемнің қазақ болуы, өйткені үйде көзімізді ашқан күннен бастап ақ түркі тілінің бір бұтағымен сөйлесіп өзімізді өте ерекше сезінген едік. Бірақ әлі Қазақстан бодандықта болып жүрген СССР кезінде менің қолыма Мағжан Жұмабаев өлеңдері түсті.
O кезде мен қателеспесем 9-шы сыныпта болуым керек. 9-шы сыныпта Мағжан өлеңдерін оқып, менің өмірім өзгерді. Менің өмірім түбегейлі өзгерді. Енді 9-шы сынып баласы онша несі болмайды ғой, мысалы үшін бір өмірге деген қатты бір идеясы, идеалдары болмайды ғой, бала ғой әлі. Бірақ мен сол күннен бастап ақ Мағжан өлеңдерін оқығаннан бастап менің өмірім өзгеріп, менде өмірлік пайда қалыптасты, мақсат қалыптасты. Ол түркі еліне қызмет ету. Оның ішінде Мағжан ағам шыққан қазақ халқына қызмет ету. Жаңа айтып өткендей, менің ғылыми еңбектеріме дейін де мен қазақ халқына қызмет етуге Мағжан ағам арқылы ант еттім. Қашан? Сол 9-шы сыныптан бастап. Және мен түркология факультетін сол үшін таңдадым. Факультеті бітіргеннен кейін қазақ тілін сол үшін таңдадым. Жақсы. Оғыз мырза. Менің рухани көсемім деп айтуыма болады Мағжан ағамыз. Жақсы. Рухани көсеміңіз Мағжан Жұмабаевтың өлеңінен үзінді. Жарық көрмей жазсаң да ұзақ, кен тілім, таза, терең, өткір, күшті, кең тілім, таралған түрік балаларын бауырыңа, ақ қолыңмен тарталарсың сен тілім. Енді бұл негізі барлық жауһар осы өлеңде және де осы шумақтарда жатыр да. Өйткені Мағжан ағам маған 9-шы сыныптағы балаға мынаны айтты да, таралған түрік балаларын бауырына тек қана қазақ тілі тарталар. Өйткені мен де өзім Туран идеясын ұстанған, түркі бірлігі идеясын ұстанған адам ретінде менің көшбасшым, рухани көшбасшым әрине Мағжан, және ол мен үшін жай ақын емес, оның әрбір айтқан сөзі мен үшін бұйрық. Сол үшін де таралған түрік балаларын бауырына тартатын, ақ қолмен тарта алатын тілді әрине мен қолдауға міндеттімін, борыштармын. Жақсы. Рахмет Оғыз мырза, уақыт бөлгеніңізге. Сау болыңыз. Сізге де рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермен, ардақты ағайын. Жақсы сұхбат болды ғой деп ойлаймын. Көңілдеріңізден шықты деген сенімдемін. Енді сіздерге мынадай бір өтініш бар. Дәл қазір YouTube арнамызда мінекей сұхбатты көріп болдыңыздар. Енді сіздерден өтініш. Комментарийге міндетті түрде өзіңіз Нартай Аралбайұлының YouTube каналында сұхбатын көргіңіз келетін тұлғаны жазыңыз. Және тек қана тұлғаның аты жөнін жазу жетпейді. Міндетті түрде ол тұлғаға қойғыңыз келетін 3 сұрақты жазыңыз. Мінекей, мәселен, Бәленшеев дегенді жаздыңыз, астына 1-ші, 2-ші, 3-ші деп сұрақтарды міндетті түрде жазып кетіңіз. Саясаткер болсын, оппозиция өкілі болсын, қоғам қайраткері болсын, шетелдегі азамат болсын, бәрібір кімдіре болса біз сұхбатқа шақыруға тырысамыз. Міндетті түрде сіздердің өтініштеріңізді қолымыздан келгенше жүзеге асыруға тырысамыз. Ендеше міндетті түрде бүгінгі сұхбатқа лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, және міндетті түрде өзіңіз Нартай Аралбайұлының YouTube каналынан сұхбатын көргіңіз келетін тұлғаның аты жөнін және оған қоятын 3 сұрақты жаза кетіңіз. Амандықта жол.